Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге гүлдерімнің бір бөлігін қалай сезініп жатқанын, оларға қалай күтім жасап жатқанымен бөліскім келіп отыр. Назарларыңызда диффенбахия гүлі. Мына жерде қарасаңыздар, алдында мен бұл туралы видео шығарған болатынмын. Және де бұл гүл менде зиянкестермен ауырды. Көп адамның ауы бойынша мен осыны қайта шығарып отырмын. Себебі зиянкестер тиген гүл өзін жақсы сезінбейді, жапырақтарын сарғайтып түсіре бастайды. Және мына артында егер шіркейлер, паутинный клейш, сондай шыбын шіркейлер, зиянкестер болатын болса, онда жапырақтары сарғайып, мынандай жап-жасыл қанық болмайды. Мына жапырағы қараңыздаршы, сол кезден қалған, ауырған кездегіден. Мен оның суретін сіздерге экранға шығаратын боламын. Және бұл гүлдің қалай жасағанымды мен ссылкасын описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерде күтімін де айтқан болатынмын, емін де айтқан болатынмын, қандай ем қолданғанымды. Мына жерден қараңыздаршы, мен кесіп тастадым. Себебі жоғарғы жағы мүлдем аман алып қалуға келген жоқ. Мына жерде кескеннен кейін қараңыздар, қанша побег шығарған. Мына жерден побег, мына жерден, мыналардың барлық жапырақтарын, былайша айтқанда, барлығын кесіп тастадым десе де болады. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Себебі ауырған жапырақ, сарғайған, қураған жапырақ қайта қалпына келмейді. Керісінше ол гүлге салмағын салып, ауырлық тудыра бастайды. Тамыры барлық жапырақтарын ұстап тұруға шамасы келмей, тамыры да шіріп ауыра бастайды. Сол себепті де зақым келген жапырақтарының барлығын кесіп тастаңыздар. Есесіне мынандай жаңадан әдемі жапырақтар шығаратын болады. Міне диффенбахия гүлім осылай сезініп жатыр. Болған зиянкес тиген болатын, паутинный клейш. Енді мен қазір бұған кешегі көрген болсаңыздар, актилик деген препарат, соны мен мына су бүркігішіме дайындап алған болатынмын, соны себейін деп отырмын. Актилик бұл кез келген зиянкестерге қарсы, тек қана щитовкаға ғана шамасы келмейді, ал былайынша кез келген паутинный клейш, тлей дегендердің барлығына өте жақсы көмектеседі. Және тағы бір айтайын дегенім, бір видеода бірнеше ақпарат болсын. Бұл диффенбахия гүлім зиянкестен осылай аман шығып жатыр. Бұны көрсетіп өттім. Міне қанша побегтары шығып, жақсы сезініп жатыр. Енді мына жерде міне шефлера гүлім. Бұл шефлера гүлі, қараңыздар, бұл гүлді мен отырғызған жоқпын. Өте мынандай ауыр, кәдімгі мынандай тас болған топырақта отыр. Көрініп тұр ма, қараңыздаршы? Және бұның өсуі өте баяу болып тұр. Сіздерге анық көрінбей жатыр ма? Бұның өсуі өте баяу болып жатыр. Сол себепті де бұны мен қазір топырағын ауыстырып, мынандай тамырына ауа бармайтын топырақтан алып тастап, өте борпылдақ мына жерге дайындап қойдым. Қараңыздаршы, қаншама қоспа қосамын бұл жерге. Анық көрінбей тұр ма? Және бұған тек қана бұл қоспалар емес, тағы да мен қоспалар қосатын боламын. Өте көп қоспалар. Осы топырақты қазір мен араластырып отырғызатын боламын. Мен алдыңғы видеода, оның алдындағы барлық видеоларымда айтып жүремін. Тек қана универсальный топырақта гүлдер өспейді. Оның қоспалары көп болады. Қоспаларын жақсы қосқан гүл өте әдемі өсетін болады. Мына диффенбахияның топырағы өте әдемі. Қараңыздаршы, міне. Ауа өткізгіш барлық қоспалары қосылған. Енді мынаның топырағын қараңыздар. Кәдімгі ауланың қатып қалған топырағына отырғыза салған, мынандай тас-тас, комок-комок болып осылай тұр. Және бұда гүлдер өспейді. Тек қана универсальный топырақта гүлдер өзін қалай сезінетінін көрсетейін ба сіздерге? Қараңыздаршы, мынандай сезінеді өзін. Мына гүлде маған келді. Қараңыздар, тек қана универсальный топыраққа отырғызған. Енді Қараңыздар, жапырақтары мынандай болып, ұштарының барлығы қурап,
бұл гүл стресс алған, міне не өспейді, не қоймайды. Осылай стрелкаларын, негізі бұл хлорофитум стрелкаларын тез шығарып көбею керек та. Бұл даже көбею түгілі өзінің тамырында ұстап тұруға шамасы келмей жатыр. Міне, егер магазинде сатылатын тек қана универсальный топыраққа отырғызатын болсаңыздар, гүлдеріңіздің кейпі осындай болады. Осы универсальный топыраққа отырғызып гүлдері осындай болып қалған адамдарға таныс болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады пікірлеріңізді. Міне, осы гүл сіздерге таныс па? Міне, осындай болады. Жапырақтары осылай қурап, тастап, мынандай жаңадан жапырақ шығарса да, мына қараңыздаршы, ашыламай тұр. Себебі универсальный топырақта қоспалары құрамы жақсы емес. Оған көптеген қоспалар қосылу керек. Мен қазір осындай топырақ құрамын дайындап, өз қолыммен араластырып, дайындап сатып жатырмын. Заказ қабылдап жатырмын. Почтамен салып жіберемін, егер заказ берсеңіздер. Гүлдеріңіз өте керемет өсетін болады бұл гүлдің қоспасында. Және мен дайындаған топыраққа өте жеңіл борпылдақ, ауа өткізгіш топырақ болады ғой меніңкі. Оған сіздер өздеріңіз аула топырағын қосып жіберсеңіздер болады. Аула топырағын мен мөлшерін айтамын, егер заказ беретін болсаңыздар, почтаға салып жіберемін. Тек қана менде топыраққа ғана заказ бермейді, мынандай тыңайтқыштарға да заказ береді. Мен гүлдеріңізге байланысты, гүлдеріңізге қарай тыңайтқыш та, препарат та, ауруларына дәрілерін де таңдап бере аламын. Мынандай доктор деген препарат. Бұл туралы менің алдыңғы видеоларымда бар. Мен описанияға қалдырып кетемін алдыңғы видеоларда. Маған мына тыңайтқыш өте керемет ұнайды. Бұл жерде стимуляция роста, өсуіне де септігін тигізетін және қорғайтын, мына қараңызшы. Ал мына тыңайтқыш 9 микроэлементі бар. Витаминдерге өте бай. Егер гүлдерге микроэлементтер жетіспейтін болса, гүлдеріңіз тоже солай жақсы өспейді. Себебі оған витамин не жетіспейді. Ал мынау жаңағы зиянкестерге спрей. Жапырағына себу арқылы, мысалы, жапырағында көптеген шыбын, шіркей, шіре, аппақ бір нәрсе басып кетті деп маған комментарий жазып, маған хабарласады. Соған қарсы, мынау таблетка. Бұл таблетканы мынандай топырағына сіз тығып қоясыз. Бұл тыңайтқыш. Тығып қойсаңыз 2 айға дейін сіз тыңайтқыш құймайсыз. Мынау скорая помощь деген тыңайтқыш. Бұл профилактика. Гүлдеріңіздің ауруын алдын алады. Грибковый және бактериальный аурулардан тамырын сақтайды. Кез келген, бұдан да бөлек тыңайтқыштары бар. Мен заказ берілген тыңайтқыштарды жинап жатырмын. Мына жерде килограммен сатылатын 20-20-20 деген тыңайтқыш. Бұл да микроэлементтерге өте бай. Негізі тыңайтқышты қолданған кезде, мысалы біз тек қана декоративный лиственный деп аваламыз да, органический тыңайтқыштарды. Бұл сон қолданып жүре береміз. Ол дұрыс емес. Органический удобрение мен микроэлементті удобренияларды алма кезек ауыстырып қолдану керек. Егер топырақ құрамымен, мынандай топырақ құрамымен тыңайтқыштарға заказ беремін десеңіздер, мен экранға телефон номерімді қалдырып кетемін. Сол бойынша WhatsApp-ға жазып, хабарласып, заказ берсеңіздер, мен почтадан салып жібере аламын. Енді қазір мына шефлерамның мен топырағын ауыстырамын. Тек қана универсальный топырақта және мынандай қатып қалған топырақта қоспасыз гүлдер өспейді. Мінекей заказдар осылай жиналып, почтаға тапсырылатын болады. Ертең осыдан бөлек тағы да 2 посылка бар. 4-5 посылканы ертең мен почтадан жіберетін боламын. Мына жерде, мына қараңыздар, керемет тыңайтқыштарды заказ берген. Шыбын шіркей от насекомых, жаңағы жапырағында болатын зиянкестерге қарсы спрей. Прям жапырағына осыны себе беруге болады. Тағы да мен сіздерге мына удобрение туралы көрсеткім келіп отыр. Агриколаның таблетка түріндегі тыңайтқыш. Бұл ішінде 20 таблетка болады. Бұның біреуін бір горшокқа тығып қойсаңыздар, 2 айға дейін жетеді. 2 айға дейін тыңайтқыш құймайсыздар. Одан бөлек
здравия цитрустарға арналған. Және мына доктор препаратына заказ берген. Мына 9 элементов және живая удобрение. Ең керемет удобрение осы мына екеуі. Және препаратына доктор. Бұны да топырағына тығып зиянкестерден құтылуға болады. Егер жапырақтарыңызға шыбын, шіркей, зиянкестер, паутинный клещ, тлей, белокрылка деген жаңағыдай нелер түссе, зиянкестер, осы спрейді заказ берсеңіздер болады. Мына жердегі посылкада мына доктор препараты, мына 9 элементов, живая удобрение, фертика люкс, мына удобрениені да айта өтейін. Мына скорая помощь және топырақ құрамын жасатып жатыр. Мынада топырақ құрамы. Мына жерде 10 литр топыраққа заказ берген. Ал мына жерде 20 литр топыраққа заказ берген. Циркон, 9 элементов, живая удобрение. Егер заказ беретін болсаңыздар, менің WhatsApp номеріме жазыңыздар. Өз қолымен топырақ құрамын жасап, осылай тыңайтқыштарды гүлдеріңізге сәйкестендіріп препараттарды таңдап беретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Егер видеоны аса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Комментарийға міндетті түрде жауап бере аламын. Менің инстаграм парақшама да жазылып қойсаңыздар болады. Ссылкасын описаниядан ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.